Барлық үйде бар азық-түлікпен дымлама тамағын дайындаймыз. Өте оңай. Алдымен қамыр илеп аламыз. Видео астында барлық өлшемдер болады. Қамырдың ортасына сәбіз, пияз, тұз, бұрыш және сұйық өсімдік майын құйып араластырдым. Қамырды осылай кесеміз, осылай гүлдерді жасаймыз. Оны қазір қазанның үстіне қоюға осылай алдымен дайындап қойдым. Онан кейін бізде тауықтың еті, бір тауық еті, тұз, қарабұрыш, паприка және вегета тауыққа арналған приправасын қостым, араластырып қойдым. Картопқа да тура солай, тұз, бұрыш, приправа, кішкене паприка салып араластырдым. Қазан түбіне аз ғана май құйып, пияз қойып, барлық еттерімді, сәбізді, пияз, картоп, оның үстіне орам жапырақ, сосын су құюды ұмытып кетпеңіздер. Бір кесе су құямыз. Қазанда 10 минут қатты отта, 40 минут жай отта пісіреміз.